Ал Есіл ауданында 189 мың гектар жерге дәнді және 40 мыңнан астам алқапқа майлы дақылдар егілген болатын. Бүгінде оның дені қамбаға құйылды. Ауданда орақ науқаны қызу қарқынмен өтуде. Николаевка ауылындағы егін алқаптарында Қантемір Агро серіктестігі жұмыс жүргізуде. Есіл аудандағы Қантемір Агро серіктестігі биыл 5500 гектар жерге дәнді және майлы дақылдарды екті. Орақ науқанына 8 бірлік техника жұмылдырылған. Шаруашылық жұмысшылары күндемей түндемей алқап басында жүр. Бүгінде олар қамбаға бидай мен арпаның 48%-ын құйып үлгерді. Биылғы жылы сол қазіргі сөгіп алған ораған дәнді дақылдар где-то 12-13-тің маңайында, соңына дейін сол 15-18-ге көтерілеміз ғой деп отырмыз. Мына поледе міне бір 21-22 центр аламыз деп отырмыз. Осындай алқаптарымызды осы 3-4 күннің ішінде бітіреміз бе деген жоспардамыз. Есіл ауданы бойынша 200 мың гектардан астам жерде 589 комбайн жұмыс істеуде. Аудан бойынша гектар берекелігі 20 центнерге дейін жетпек. Районымызда 589 комбайн болса, биылдыққа біз 7 комбайн алды жаңадан, 4 класс және бір агромаш 5 мыңдық комбайн болса, міне жуырда ғана өз Қызылжар қаламызда шығарылып атқан комбайн, Сампадан 2 комбайн алып, Қантемір Агро жауабы шектеулі серіктестігі қазіргі таңда ол комбайндар жұмыс үстінде. Жанармайдың жалпы сұранысы 5000 тонна болса, бүгінгі таңда ол қолымызда бар. Әзірге егін алқаптарындағы топырақ ылғалдылығының мөлшері шамамен 20 мм-ді құрап отыр. Жоспар бойынша ауа райы қолайлы болса, дәнді дақылдарды ору науқаны бір аптаның ішінде аяқталмақ. Аманжол Нұртазин, Азамат Жантурин, ақпарат.